Қызылорда облысында наурызнама 10 күндігі аясында ұлттық спорттың 9 түрінен жарыс өтті. Оған 250-ге жоқ спортшы қатысты. Олар көкпар, қазақ күресі, гір көтеру, тоғызқұмалақ, арқан тартыстан өзара мықтыны анықтады. Ал аударыспақ, теңге ілу, жамбы атудан сәуір-мамыр айында өтетін Азия біріншілігі мен әлем кубогына қатысатын үздіктер іріктелді. Ат үстінде садақ ату бойынша Ағаділ Пернебай, Заңғар Асқан, Нұрман Махамбет жеңімпаз атанды. Мамандардың айтуынша өңірде ұлттық спортпен 30 мыңға жуық адам шұғылданады. Қазақ күресі көкпармен қатар соңғы жылдары жамбы ату, теңге ілуден де сыр спортшылары жүлдегерлер қатарына қосыла бастады. Теңге ілу дегенде жақсы дамып келе жатыр қазір. Теңге ілу дегенде Қазақстан Республикасының чемпиондарымыз бар. Екінші орын күміс медальдарымыз бар. Спортпен айналысқан балдардың ешқайсысы бұзықтыққа, емесе басқа бір қылықтарға бара бермейді. Олардың бәрі өздері сол денесін шынықтырумен қатар, былайша айтқанда коллективке үйренеді, көпшілікке үйренеді. Сөйтіп ол енді тәртіпті де болады, сосын келешегі де жақсы осы елдің мүшесі болатынына көзіміз жетіп келе жатыр.